ноутбукке бағдарлама орнату. Наушники. Тілді таңдаймыз. Орнату қатырмасын жасаңыз. Алышқанын басамыз. Дәлі екінші пункт таңдаймыз. Мынаны барлығын өшіреміз. Жасаймыз. Және бірнеше уақыт күту қажет болады. Сосын далее қатырмасын басамыз. Енді күтеміз. Kaçar çıkırsın? Oldu. Dayandı. Hı. Şöyle.
Wi-Fi tanglaymiz. Bir bağdarlama ornatıldı. Şimdi Wi-Fi tanglaymiz. Wi-Fi'ga жалғанамыз. Осылай өзі ұзақ уақыт қосылатын болады. Тек сабырмен күту ғана қажет. Мына жерде маған керегі екінші пунктті таңдаймын. Әрмен қарай. Мына жерге ноутбуктың атын жазсақ болады, немесе әркім өз атын жазса болады. Ремонтта ма? Телефон ба? Иә. Не болып жатыр оған? Несі, дисплей кетіп қалды, сенсор істеп тұр да вообще. Звондаған кезде алынып тұр, бірақ көрінбейді. Айыры ма? 70 ба? Так, бұған ең арзаны китайский OLED 20 мың теңге тұрады. Китайский ма? Оригинал ше? Оригинал 36 мың теңге болады. Басамыз. Мына жерде свойствоға кіреміз. Диспетчер устройство деген басамыз. Бізде мына драйверлер жоқ. Осы драйверлерді орнатуымыз керек. Мұқият қараймыз. Осы драйвер орнатылмаса, компьютеріміз немесе ноутбугымыз дұрыс жұмыс жасамайды. Осылай басамыз батырмаларды. Содан соң өзі автоматты түрде интернетке жалғаулы болсаңыз, Wi-Fi қосулы болса, өздігінен орнататын болады. Бұл кейбір Windows'ның кейбір версияларында жұмыс жасамайды. Мен орнатқан онда бұл өте жақсы жұмыс жасайды.
Толығырақ білгіңіз келсе, компьютер жайлы менің YouTube арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Word бағдарламасын орнатып қойайық. Міне осылай жүзеге асатын болады. Компьютер бағдарламасын орнату кемінде 1,5-2 сағат уақыт алатын процесс. Осылай жазамыз, орнату батырмыздан күтеміз. Міне барлық драйверлер орнатылды. Біздің ноутбугымыз қолданысқа дайын. Енді толығымен пайдалана беруге болады.